қасиетті болып Россияның адамдары жүргенде, мына құдықты суретке түсіргенде, мына құдықта әлемет сәуле шашып тұрғанда, бұл құдіретті жер екенін біліп, Россияда өйді біз Россияға рақтық қой. Сол уақытта мына жерге Россияның көзі түскен екен. Осы құдық, осы жақты біз мекендейміз деп. Содан бұл уже соларын етіп бастағанда, мына құдықтың суы тартылып кеткен. Біраз уақыт күтіп отырады. Сосын су шықпағаннан кейін олар кетіп қалады. Одан кетіп қалғаннан кейін барып ол су қайтадан шығады да. Осы судың құдіреті өте күшті. Бұл мына Сұлтанов атаның суының құрамында 85% жеті, почти 86% күмістің құрамы бар екен. Күмістің құрамы бар да бұл судың бойында. Сол үшін бұл емдік су дейді. Бұған адамдар түседі, сол төбеңнен су құйып неткенде былай шошып нетесің ғой, сенің бойындағы барлық жаман заттар үшін бәріне қарамыздай суды төбеңізде құйып жатыр ғой жетшелектен. Сонда тұла бойын тітіркеніп нетесің ғой, сонда мынау бәр затты жуады екен. Ана жақта бұлағы бар, суы бар. Соған даже адамдар шетелден келеді. Осы жердің суын сол шетелдің адамдарына беріп жіберген ғой. Мына судың құрамын тексерді. Пашти Меккедегі зәм-зәм суға теңеліп айтқанда 85-те почти 86%. Сосын сақырдың емекен. Ауырған сақырдан ауырған адамдар Ақтаудан да келіп постоянно су алып кетеді. Постоянно осы суды ішкен адам 30-28 болып жүрген сақырдан жазылып кеткен. Өткенде де сол бір адам келіп, енді ниетке ғой адамның главный Алла бәрі. Енді бір Алла ғой, енді ата да біз сияқты адам бұл да ештеңеміз бәрі де Алланың қалауымен болады ғой. Содан өткенде де бір 70-тегі адам ниет етіп осы жердің суынан мен жақсы болам деп асқазан ауырама сондай ауру адам келген бір жақтан. Келгенде осы суды ішіп 10 күн жатқанда құлан тазарып кеткен да. Главный адам ниетте болу керек та. Бірінші Алла, екінші Алла тағала бәр затты беріп қойды ғой. Себепші де, емдейтінді де да. Сол үшін осы жерге келіп адамдар зират етеді. Бұл жерде Алланың нұры жауып тұрған ғайыпқа келіп жатырмыз біз да. Алланың нұры жауып, энергияның төгіліп тұрған жері. Осы жерде барлық не бар. Осы жерге келгенде қандай ауасы, қандай керемет. Күшті болып тұрасың. Үлкен энергия действительно. Аллаға шүкір, зираттарыңызды Алла қабыл етсін. Сіңділерімнің талаптары оң болып, үлкен дәрежеге жеттің. Сау болыңыз.